Армысыз ағайын, қазіргі таңда бел ауру мәселесі өте өзекті мәселе. Бірақ адамдар қазір көп тыңдағысы да келмейді, қарағысы да келмейді ұзақ материалдарды. Сондықтан біз ендігәрі қысқаша шығаруға тырысамыз материалдарды осы тұрғыда. Және бұл жерде айта кететіні, екпе мен пышақ бел ауруын шешпейді. Ең бірінші шешетін ол жаттығулар. Және жаттығулар болғанда 3 бағытта жүреді жаттығулар. Оңға солға бұрылу, оңға солға иілу, және артқа алға еңкейіп шалқаю. Оңға солға бұрылу деген мысалға, міне қолда қалай ұстасаң да болады, бәрібір ең бастысы оңға солға бұру керек денені. Сосын оңға солға иілу керек. Және үшіншісі артқа шалқайып алға еңкею мәселесі. Осы 3 жаттығумен әртүрлі жағдайда бәрін шеше беруге болады. Жатып та, отырып та, тұрып та, қандай да болмасын, күйде отырып, мысалы отырғышта отырып та болады, жерде отырып та болады, әртүрлі жағдайда жасай беруге болады. Әртүрлі олардың нұсқалары бар. Тек қана бір қолдың тек бір жағдайында емес, белге де ұстауға болады, қолды желкеге де ұстауға болады, жоғарыға да ұстауға болады. Басқа да әртүрлі жағдайлар бар, ұстауға болады. Ең бастысы оңға солға бұру, оңға солға иілу, алға артқа шалқайып еңкею. Осы тұрғыда біздер материал шығарамыз.